Футболда кез келген сәт маңызды. Бір батыл әрекет сен батырсың. Бір ғана қате сен миллиондардың жауына айналдың. Мұнда кез келген әрекет шешуші роль атқарады. Әрбір сөз, әрбір ысқырық, әрбір гол тіпті болмауы тиіс голда. Футбол әлемінің қақ ортасында болғың келе ме? Жай ғана оқып қоймай, әр матчтың артында не тұрғанын түсінгің келе ме? Онда Спортпульс сайтына кір. Бұл әлемдік футболдың жаңалықтары, инсайдерлік ақпараттар, пікірлер, сараптамалар, болжамдар мен ең шулы жанжалдардың көзі. Басқалар енді оянып жатқанда, сен қазірдің өзінде бәрін білесің. Ал бүгін біз адамның дене мүшесі қолдың тарихты қалай өзгерте алатынын айтамыз. Доп қолға тиген сәтте бүкіл футбол әлемі демін ішіне тартады. Бұл жай кездейсоқтық па? Әлде тарихты өзгерту үшін әдейі жасалған әрекет пе? Футболды олай ойнауға болмайтыны барлығымызға белгілі. Бірақ дәл осы қол талай матчтардың, құрамалардың, тіпті ұлттардың тағдырын шешкен. Біздің басты сұрақ, футбол матчында ұшқан доптың бағытын қолмен өзгерту алаяқтық па, әлде жеңіске деген үміті үзіліп бара жатқанның әрекеті ме? 1986 жыл. Мексикадағы әлем чемпионатының ширек финалы. Аргентина мен Англия арасындағы матч. Мехикодағы Ацтека стадионына жиналған көрермендер әлі күнге есте қалған голдың куәгері болды. Оның авторы аты аңызға айналған Диего Армандо Марадона. Аргентина құрамасының көшбасшысы допқа секіріп барып, қолмен гол соғады. Марадонаның бұл әрекетін байқамай қалған тунистік төреші Али Бен Насер және оның болгарлық көмекшісі Богдан Дочев бұл допты есептейді. Ол кезде VAR жүйесі атымен жоқ. Алаңдағы төреші өз бетінше шешім қабылдайтын. Доптың қолға тиген дәлелдемек болған ағылшын футболшылардың амалы қалмай ойынды алаңның ортасынан жалғастыруға мәжбүр болды. Егер бұл жерде шынымен қолмен соғылған гол болса, бұл құдайдың қолы дейді ойыннан кейін сұхбат берген Марадона. Бірақ миллиондаған көрермен онымен келіспейді. VAR жүйесі болмаса да олар мұндай сәттерді телеарнадан қайталап көру мүмкіндігіне ие. Ал қате шешім қабылдаған төрешілер көп ұзамай мансабын аяқтауға мәжбүр болды. Айта кету керек, бұл ойында қолмен соғылған голдан кейін Марадона тоқтамады. Ол ғасыр голының авторы атанды. Диего Англияның жарты командасын алдап өтіп допты қақпаға тоғытқан. Нәтижесінде аргентиналықтар бұл кездесуде 2-1 есебімен жеңіске жетіп, келесі кезеңге шықты. Ал кейін Альби Селесте бельгиялық және неміс аяқ допшыларды тізе бүктіріп, әлем чемпионатының жеңімпазы атанған болатын. 2001 жылы Реал Мадрид шабуылшысы Рауль Чемпиондар лигасының матчында есепті теңестіру үшін қитұрқы әрекетке барған. Дүбірлі доданың екінші кезеңінде ағылшындық Лидске қарсы өткен ойында ол қолмен гол соққан. Бұған дейін ағылшындар есеп ашқан еді. Кейбір мәліметтерге қарағанда үзіліс кезінде Рауль матчты басқарған поляк төрешісіне қитұрқы әрекетін мойындаған. Есесіне қателесіп жалған гол есептегені үшін төреші ойыннан кейін Лидстен кешірім сұрауға мәжбүр болды. Естеріңізге сала кетейін, бұл матчта Реал ақыр соңында 3-2 есебімен жеңіске жетті. 2007 жылы 19 жастағы Лионель Месси Марадонаның шедеврін қайталады. Бұл каталондық дербиде болған оқиға. Ла Лиганың 37-ші турында Барселона өз алаңында Эспаньолды қабылдады. 30-ші минутта Рауль Тамуданың көмегімен қонақтар есеп ашты. Дегенмен Барса үзіліске дейін таразы басын теңестіре алды. Көзге түскен Месси. Оның бұл добы әзірге мансабындағы ең даулы голы саналады. Эспаньол ойыншысынан асқан допты аргентиналық секіріп барып, бір қарағанда баспен қақпаға бағыттағандай көрінді. Бірақ бұл сәттің қайталауын мұқият қарасаңыз, Мессидің бұл голды қолмен соққанын көруге болады. Тоты құстар төрешіні бұрыс шешімнен бас тартуға көндіре алмады. Доп есептелді. Ал ойынның екінші жартысында Месси дубль жасады. Бірақ оған Тамуда жауап беріп, есепті теңестірді.
Достар, егер сіз өткен ойындардың қорытындысынан хабардар болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Sport Pulse сайтына өтсеңіз болады. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдалан. Ал енді ирландиялықтардың Тьерри Анриді неге жек көретінін еске түсірейік. Ол өзі гол соқпаса да командаласына көзге түсуге жақсы мүмкіндік берді. Мәселен, 2010 жылғы әлем чемпионатын іріктеу кезеңі аясында өткен Ирландия мен Франция құрамаларының кездесуі жанжалмен аяқталды. Қос команда топта екінші орынды бөліскен еді. Сондықтан біріншілікке жолдама плей-офф бәсекесінде ойнатылды. Дублинде өткен бірінші кездесу француздардың минималды жеңісімен аяқталған. 72-ші минутта Николя Анелька гол соқты. Франция қарымта матчты да жақсы бастаған еді, бірақ 9-ші минутта негізгі орталық қорғаушысынан айырылды. Жульен Эскюде жарақаты салдарынан ойынды жалғастыра алмады. Есесіне 33-ші минутта ирландиялықтар есеп ашты. Көзге түскен Робби Кин. Осыдан кейін Джованни Трапатонидің шәкірттері есепті еселейтін бірнеше тамаша мүмкіндіктерін жіберіп алды. Ал басты оқиға бірінші экстра таймда болған. 103-ші минутта Тьерри Анри ирландиялықтардың айып алаңында допты қолмен тоқтатып, Вильям Галласқа пас шығарған. Соңғысы гол соғып, Францияның әлем чемпионатына жолдама алуына жағдай жасады. Ирландиялықтар наразылық білдіргенімен швед төрешісі Мартин Хансен шешімін өзгертпеді. Ал әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары Анриді аямады. Бұл оқиға кеңінен талқыланды. Кейін футболшының өзі матчты қайта ойнау әділ шешім болар еді, бірақ бұл менің қолымнан келмейді деп ақталды. Әрине, мен біздің қалай жеңіске жеткеніміз үшін ұяламын. Оңтүстік Африкадағы әлем чемпионатына жолдама алуға лайық ирландиялықтарға жаным ашиды. Өте жылдам ұшып келген допқа менің қолым тиді деп мойындады Тьерри Анри. Айта кетейік, Оңтүстік Африкадағы әлем чемпионаты Франция үшін сәтсіз болды. Анри біріншіліктен кейін құрамадан кету туралы шешім қабылдады. Ал Луис Суарес қақпа сызығынан допты қолмен қайтарып, командасын голдан аман алып қалды. Футбол әлемінде қызу пікірталас тудырған оқиға 2010 жылы Гана мен Уругвай құрамалары арасындағы әлем чемпионатының ширек финал кездесуінде болған. Бұған дейін ақш құрамасын жарыс жолынан шығарған ганалықтар бірінші таймның аяғында Салим Мунтаридің арқасында есеп ашты. Үзілістен кейін Диего Фарлано айып добын орындап, таразы басын теңестірді. Негізгі уақыт біткенше есеп өзгерген жоқ. Ал қосымша уақыттың соңғы секундтарында допты қабылдамақ болған уругвайлықтардың қақпашысы қателікке бой алдырды. Ол кезде қақпаның жанында болған Луис Суарес Стивен Аппияның 3 метрден тепкен добын аяғымен қайтарды. Бірақ аспанға ұшқан доп Доминик Адияның басына дәл қонды. Оның соққысын уругвайлық шабуылшы қақпа сызығында қолмен кері қайтарған. Төреші бірден Суареске қызыл қағаз көрсетіп 11 метрлік айып добын белгіледі. Дегенмен Асамоа Гьянның соққысы қақпа маңдайшасына тиді. Осыдан кейін Гана құрамасының пенальти сериясында да жолы болмай, әлем чемпионатымен қоштасуға мәжбүр болды. Матчтан кейін Суарес құдайдың қолы енді менікі. Мен турнирдің ең үздік сейвін жасадым. Кейде мен жаттығуда қақпашы болып ойнаймын. Сондықтан бұл жағдайда не істеу керектігін білдім. Басқа амалым болмады. Олар пенальтиді соға алмай қалғанда маған бұл ғажайып, біз күресуді жалғастырамыз деген ой келді депті. Шабуылшының әрекетімен оның ойыннан кейін айтқаны кеңінен талқыға түсті. Біреулері Луис Суарес қатесін қызыл қағазбен өтеді десе, енді біреулері пенальти соғылмаған ганалықтарды кінәлады. Басқалары 11 метрлік айып добы әрқашан лотерея екенін айтып, уругвайлық сенімді голды қолмен қайтарғаны дұрыс емес деп қарсылық білдірді. Және ойыннан кейінгі Суарестің дөрекі пікірін сынға алды. Жартылай финалда Суарессіз Уругвай құрамасы Форланның тамаша ойынына қарамастан Голландиядан 2-3 есебімен жеңіліп қалды. Үшінші орын үшін Германияға қарсы матчта шабуылшы алаңға шығып нәтижелі пас берді. Бірақ оның командасы тағы да сол есеппен ұтылды. Доп Луис Суареске тиген сайын стадионға жиналғандар оған ысқырумен болды.
Тіпті Марадона да төрешілерді бұлай алдаған емес. Англиядағы таңғажайып гол 2019 жылдың 24 қазанында елдің 4-ші дивизионында соғылды. 15-ші турда Плимут өз алаңында Лейтон Ориентті қабылдады. Алаң иелері қарсыластарын 4-0 есебімен зебіктірді. Алайда бірінші доптың қақпаға кіру сәті ерекше. Соққыны баспен жасамақ болған Плимуттың шабуылшысы Зак Раддин биікке секіре алмай жағдайды түзеу үшін допты қақпаға қарай қолмен бұлғап жіберген. Қақпашы командасын құтқарғанымен қайтқан допқа бірінші жеткен Плимуттың жартылай қорғаушысы Джоэл Грант есеп ашты. Лейтон ойыншыларының наразылығына қарамастан гол есептелді. 3 минуттан кейін Раддиннің өзі де гол соқты. Кейін қорғаушы Калум Макфадзин 3-ші доптың авторы атанды. Ал бірінші таймның аяғында қонақтардың қорғаушысы Джови Доусон қателесіп, допты өз қақпасына кіргізіп алды. Қазақ халқының кемеңгер жазушысы Әбіш Кекілбайұлы өлеңінде адам қолы талай жауды жайратқан, адам қолы талай бауды жайнатқан, адам қолы тіккен талай кебінді, адам қолы жуған талай жөргекті деп жазған. Шынымен де адам қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Ал футболда ол ұзақ жылдар бойы есте қалатын сәттерге себеп болып жатады. Марадона, Рауль, Месси, Анри, Суарес, Раддин. Олардың әрқайсысы тарихта із қалдырды. Бірақ бұл футбол ойынына кір келтірді ме? Пікір жазыңыз. Спорт Пульс лайф арнасына жазылып, жаңа видеоларды өткізіп алмаңыз.